достар, бүгін бізде сіздерге өте қызықты видео болады. Себебінде біз жаңа Toga-Boga обзор жасаймыз. Бұл бірде 100-ші Toga-Boga обзор. Біз жақында өзгерген болатынбыз, енді көріңіздер. Және де бізде қала өзгермеген. Бұл мектепті білетін шығарсыздар. Міне қала өзгермеген, но бірақ үйлер пайда болған. Қазір сіздерге үйлерді көрсетеміз. Осынша үй пайда болған. Қазір сіздерге бірінші мына көк үшбұрыш, домалақ, төртбұрыш дегенді көріп тұрсыздар ғой. Соны бастаңыздар. Если сізде адам жасауға болады, және де мынандай киім жасауға болады. Бізде қазір адам жасайықшы. Адамға кірдік. Бізде осындай шаштар пайда болған. Қазір кетіңіздер. Осын адамға кірсек, бізде как обычно түс, және де мынандай ер адамдардың шаштарынан осындай шаштар пайда болған. Мыналарды бірлестіріңіз шашты. Қазір енді әйелдердің шаштарынан қызармен осындай шаштар пайда болған. Үсті көрсеңіздер де болады. Және де көздерден мынандай көздер шыққан киімдер, мен өзім жасаған киімдер, мыналардың барлығы өзім жасауға болады. Және де мынау новыйдан шыққан киімдер өте күшті. Тартуға кеңес беремін. Және де осындай киімдер шыққан. Бұл өте әдемі, маған өте қатты ұнады. Және осындай костюмдерден шыққан. Көйлектерден өте күшті көйлектер шыққан. Өте күшті көйлектер шыққан. Және Венстейдің көйлектері шыққан. Оны тек біз жерден қана алады дедік қой. Осындай шыққан. Бұдан басқа енді. Осындай әдемі толстовный юбкалар шыққан. Стиль, короче. Мыналарды білетін шығарсыздар. Бұл бар. Енді бұның бәрін көрсетіп шықпай-ақ қояйын сіздерге деп бір көрсете салайыншы. Білуіңіз керек. Бірақ бас киімдерден шыққан, бірақ осындай. Енді достар, біз қазір осының ішіндегі мынандай киім жасап көретін боламыз. Міне кірдік, енді бізде осындай барша киім жасап қойғанбыз. Және де мынаған кіреміз киім жасауға. Яғни үлкен адам или кішкентай адам дейді. Біз үлкен адамдікін жасап көрейік. Копталардан бізде осындай бар енді. Көйлектерден осы үш көйлек бар. Осындай әдемі болып тұратын үш көйлек бар. Және осындай стиль құрастыруға әдемі кофточка, жакет дегендер бар. Және де бізде шалбарының ұзын қысқасы бар. Қысқасында бір шорти, қара шорти. Ал бізде ұзын шалбарлар бар. Және де юбкалардан бізде осындай үлкен қысқа осындай юбкалар бар. Және де бізде колготки или носки бар. Солар бар істеуге. Және де мынандай ақ кроссовка, қара кроссовка, мынандай кроссовка бар. Потом бізде мындай ашекилер бар. Бұл рубашка сияқты болып тұратын нәрсе. Қазір көрініп тұрыр негізінде көрінеді. Сондай бір ашеке, сөмкелер, шарф, қолғап бар. Ойбай достар, стиль құрастырып қойыппыз ғой. Мен вообще бұл жаққа қарап тұрған жоқпын. Мына шетте түсіндіріп жатырмын. Если бастасыздар, және шетте новый стильдеріңіз шығады. Дәл осылай өздеріңізге 15 шақты стиль шығаруға болады. Және де осындай осыншама үй шыққан. Енді кішкенесін білетіндеріңіз білесіздер. Бірінші бізде үйлерге обзор жасамай қояйық. Өткенде уақыт кетіп қалады. Осындай негізінде басқа жасайтын ешнәрсе жоқ екен. Тут подаркада новыйдан шыққан сыйлықтарды көрсетейін сіздерге. Және де сіздер осы үшбұрышты бассаңыздар, мына жерде осындай ілгіш пайда болады. Бұл сіздердің киімдеріңізді осы жерден үсіп шығара саласыздар. Соған арналған екеу шығарам десеңіздер, екеу шығарасыздар. Және де достар,
сіздерде осындай күшті заттар пайда болады. Дәуіт, мысық, біз кішкене бір шамасын алып қойғанбыз. Мен обзор жасаймын деп, біртіндеп обзор жасаймын деп шештім. Және де бірінші осы қоңыр үйден. Ой, достар, міне қоңыр үй, бірақ біз бұны сәндеп қойғанбыз. Енді мән бермей қойыңыздар. Келесі частьтарда осы үйден сериал түсіп қалармыз. Және де мен екінші частьті қалған үйлерге рум-тур жасаймын, және де сәнделмеген үйлерге, новогодний үйлер сәндеп рум-тур жасайтын боламын. Және де сіздерге үйдің одеждаларын, үйдің жиһаздарының құпияларын ашатын боламын. Құпиялар өте көп. Осындай күшті нәрселерді көрсететін боламын. Екінші серияда күтіңіздер. Сіздермен болған Амитока. Сау болыңыздар, достар.